Алманың қабығы қандай ауруға ем болады? Ешқашан алманың қабығын тастамаңыз. Алма мезгіл таңдамайтын жемістердің бірі. Қай кезде де алманың сан түрі самсап тұрады. Бұл жеміс дәмді, әрі денсаулыққа өте пайдалы. Оның құрамында С, Е, В1, В2, Е, П дәрумендері мен калий, марганец, кальций, темір секілді минералды заттарды кездестіруге болады. Әсіресе суық тиіп, ауырған кезде кез келгеніміз алма жейміз. Ол тәбетті ашады, әрі қарныңызды тойдырады. Бірақ көпшілігіміз алманы қабығымен жеуге әдеттенбегенбіз. Бірақ жемістің құрамындағы пайдалы заттардың бәрі алманың қабығында екенін ескермейміз. Негізінде алманың қабығының өзі бірнеше дертке дауа болады екен. Назар салыңыз. Жөтел жазылмаса, суықтап ауырған кезде дәрі қабылдап ем жасаймыз. Кей кезде дәрі біткенімен жөтел жазылмай жатады. Осы кезде алма қабығының көмегіне жүгініңіз. Ол үшін біраз қасық ұсақтап туралған алма қабығына бір стақан қайнаған су құйып, бетін жауып қойыңыз. Шамамен 40 минуттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, жарты стақаннан күніне 2 рет ішесіз. Емді 3 күн бойы жүргізсеңіз, жөтелден бір жолата құтыласыз. Буын сырқырап ауырса, 3 ас қасық ұсақтап туралған алма қабығын 500 мл қайнаған суға салып, тоңдырып қоясыз. Тұнба жылыған кезде сүзіп алып, 3-ке бөліп ішесіз. Бұл шай буын аурулары мен тұз байлануды емдейді. Тамақ ауырған кезде 100 грамм алманың қабығын 1 литр қайнаған суға салып, 5 минуттай қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң оттан алып, бетін жауып қоясыз. Салқындаған кезде сүзіп алып, 200-300 мл-ден ішесіз. Қан аздықтан құтылу үшін көк алманы қабығымен ұсақтап турап, кеңде ыдысқа саласыз. Оған асқабақты да текшелеп турап қосыңыз. Ыдысқа 15 стақан су құйып, отқа қойыңыз. Алма мен асқабақ жұмсарып, қоюлағанша баяу отта қайнатасыз. Сосын оттан алып, бетін жауып қойыңыз. Салқындаған кезде сүзіп алып, тағы да 15 минут қайнату керек. Дайын болған емді қоспаны үлкендерге де, кішкентайларға да қолдануға болады. Екіншісі, яғни бір дана алманың қабығын эмаль немесе шыны ыдысқа салыңыз. Оған салқын су құйып, отқа қоясыз. Бір қайнап шыққаннан соң отын бәсеңдетіп, қақпағын қиғаштап жабыңыз. Шамамен 5 минуттай қайнағаннан соң ыдысты оттан алып, бетін жауып қоясыз. Бөлме температурасында жылыған кезде қайнатпаны сүзіп, басқа ыдысқа қойыңыз. Ем үшін бірдей көлемде алма шайы мен лимон немесе апельсин шырынын араластырасыз. Оған татымына қарай бал қосып ішіңіз. Бұл сусын ағзаны қан аздықтан құтқаратын С дәруменіне бай. Ұйқысыздық мазаласа, 2-3 алманың қабығын аршыңыз. Ыдысқа 1 стакан су құйып, отқа қойыңыз. Бір қайнап шыққаннан соң алманың қабығын салып, отын бәсеңдетесіз. 5 минуттай қайнаған кезде татымына қарай бал немесе қант қосыңыз. Дайын болған сусынды ұйқыға жатар алдында ішсеңіз, терең ұйқыға кетесіз. Таңертең ұйқыңыз қанып, сергек оянасыз. Бұл сусын ұйқыны реттеп қана қоймайды, сонымен бірге жүйкені де тынықтырады. Ішектің жұмысын жақсартады. Алманың қабығынан аршып, 50 градусқа қойып кептіріп алыңыз. Сосын құрғақ қабықты блендермен ұсақтау керек. 12 ас қасық кебекпен араластырыңыз. Қоспаға 150 мл ыстық су құйып, жақсылап араластырыңыз. Ыдыстың бетін мықтап жауып, 15 күндей тұндырып қоясыз. Белгіленген күннен соң дайын болған тұнбаны ішке қабылдасаңыз болады. Бұл әдіс ішектегі шлактан тазартып, жұмысын жақсартады, әрі артық салмақтан арылуға көмектеседі. Ескерту: халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алыңыз. Дендеріңіз сау болсын.